Сәлем оқырман. Бүгін болса Ноян өзіне ұнайтын бір қызды айтып кеткен болатын. Ол болса Арина қызымыз, бірақ Арина айтқаны бар. Ноян менің типажымдағы жігіт емес деп. Темір осының бәрін көріп бір қызғанып қалғандай. Үштік болатыны анық, мүмкін Ноян мен Арина қосылып кетер. Ал кеше болса Ноянға жаңа үміткер келді. Үміткеріміз тиктокқа шулы кейіпкер болуы керек. Жасы болса 36-да, ажырасқан, балалары бар. Ноян болса жасы тек 24-те ғана. Жалпы түсінікті жағдай, әйел жағынан хайп болуы керек. Ал Ноян болса бүгін таныстықты тоқтатты. Ойларыңыз қалай, махаббат жасқа қарай ма? Ал пікірлерді көрейік. Тимур түсінбеймін, неге өзің ашық айтасың, біз бірге болмаймыз деп. Бірақ Аринаның жолын бөгеп отырсын. Сенен шак болса, Арина саған күйеуге шығушы еді. Атанан қарсыма, онда мүлде жібер ол қызды. Өз жолынды жаппай, оның жолын жаппай. Или ата-анаңмен конкретно сөйлес и үйлен. Басқа жол жоқ, сенде. Тима өзің біз қосылмаймыз дейсің. Қызғанышқа жол болсын анаңда. Көндіре алмасан Аринаны жайына қой. Бақытына кесент берме. Мына әйелге не жоқ, ұят емес па? Жас жігіттерге келіп Ноянның өзі әлі үйленген жоқ. Кішкене ойланып келмей ма? Ұят ай, дейді оқырман.